Олардың жас айырмашылығы 6 жыл. Ол менің бақытыма араласпаңдар сендер. Бірақ енді біз ол туралы емес, жалпы осы отбасының қазіргі өмірі жайлы сұрау үшін сұхбатқа шақырдық. Мереке, көп шу болды енді сен туралы. Сол енді басында шынымен айта салайын, қабылдаған жоқ. Именно інім мен мамам бізде онша жылымады ғой, іштері ең басында қабылдамады ғой. Арсен де оларға жағу үшін қолынан келгенін істеген жоқ. Мен оны жақсы көремін ғой дейтін сияқты, қабылдаңдарса дейтін сияқты әңгіме жағымпазданған жоқ. Себебі бұның ондай қасиетінде жоқ нәрсе. Бұрыннан сол үшін жақсы көрген шығар мен, может быть. Ал енді екі ортада Арсен деп мен лыпылдақ болдым ортада ше, қиналып кеттім да, екі жақты бір-біріне жақсы көрсету үшін. Мысалы, бұл да біреуді мақтасам Арсен Мейірманды таныған, Мейірман Арсенді таныған, екеуі де мәз, екеуінде бір-біріне мінезі ұнаған. Сен беташарың өткеннен кейін желіде, Инстаграмда түрлі дүниелер салдың. Сол кезде тіпті менің өзім саған жазып жүрген болатынмын. Мереке, келіндік қызметіңді атқар, суретті, сторизді кейін саласың деп. Ал енең, жаңа қайын жұртың, күйеуің саған ренжіген жоқ па? Менің енем менен әдем киінеді, менен жас көрінеді, менен ерке енем. Ондай жағынан дым, ренжіп, ештеме де болған жоқ. Өзі жұмысына таңертең сағат 7-де ма, 6:30-да ма тұрып кететкен ол кісі. Сонымен маған айтты, ұйықтай бер. Мен бәрібір таңертең ерте жұмысқа кетіп қаламын. Соны мен қатты тыңдағыш адаммын да десе, именно ұйқы жағына келгенде қатты қиын адаммын да. И то оның өзінде бір 8-де тұрып жатырмын сонда. Бірақ Арсен ренжіді негізі маған. Шынымды айта салайын. Сен тұрып жұмыс істеп отыр, сен азында ерте тұрмадың, сенер жақта таңғы сағат 6:30-да тұрып дала сыпырады дегендер қайда, кәдімгі көрсеткен жоқсың біз жаққа келіп деп. Сондай болды. Енді бүйтіп қатты қызмет жасап не қылған, бірақ барынша көңілінен шығуға тырысып енді өмірімде істеп көрмеген нәрсенің бәрін сол жаққа барып істедім, торт істемегенмін өмірімде. Бүкіл қызметімді жасадым, кеш болса да енді кешке қарай десең, Арсенге білмеймін енді, бірақ мамадан сұрау керек оны, звондай салайын ба десең. Үйде кез келген үйде ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Сендерде сылдырлататын кім бірінші болып бастайтын? Мына кісіден басталады ғой. Жоқ, өзі бастап айқайламайды. Бір нәрсені бүлдіреді, содан кейін барып мен айтам. Мен де айқайламайды. Арсен, не бүлдірдің сен? 10 рет па, 100 рет өлшеп, бір-ақ рет кеседі. Мен ойланбай істеп қоям, немесе ойланбай айтып қоям. Соның кесірінен сәл пиаланың ыдысын дауыс шығатын кездер болады. Бұл кісіден енді мен білмеймін, ешқашан. Бұл да енді минус, үйге қонақ кесе, Арсендегі минус, қонақ кесе сәл түрі бұзылып қалатыны бар. И то, мысалы, танымаған қонақ кесе. Танымайтын біреу келсе, араласа алмайды ғой бірден. Жаңағыдай нәрсе жоқ та, келіндер, отанда дейтін нәрсе жоқ. Бұл бірінші ана адамды танымай, да, он жыл не жытсайшки болып тұр ғой. Ондай нәрсесі жоқ болғандықтан, сол нәрседен ғана сәл, ең басында сондай нәрсе болды. Мен туысқандарым ғой, шығып сәл амандасып не қылсай, сол нәрсе ғана. Өзі танып, біліп алмай, бір адаммен сіңіс кетуі өте енді қиын. Жақында история болды, айтпақшы. Не дегенше, Лаура Қайратовна еді атыңы? Машиницалардың несі болды, дәуірі десең. Біреу звондады маған. Алдандық біреу. Лаура Қайратовна дейтін біреу. Сонымен тұрып алып, общем, сендерді жүргізушілікке шақырып жатыр, там Қайрат Нұртас әйелімен, сендер жүргізесіңдер деді. Енді біз өзіміздің гонорарды айттық, осындайға барамыз. Давай, бәріне көніп жатыр анау. И дауысы приятный адам, бірақ Арсен айтты, бірден. Мынау өтірік деді, ше? Мен айттым, сен адам баласына сенбейсің, соған бола ұрысқан кезде қалдық, ше? Сен ешкімге сенбейсің, сен сәл ашылсай деймін да, Арсенге жүрегіңмен сәл адамды қабылдап үйренші деп өзінше күнде ақыл айтып сөйтіп жүрген ғой. Сөйтсем, оказывается, соңында ол мошенница болып шықты. Тегін реклама жасатса, или парақшамыз албағысы келген шығар, может быть. Ол даже сол Төреғалидың администраторына да шыққан, тағы бір кейін біліп жатыр. Кешеудің, оның бәрін кейін біліп жатыр.
бойзбен ташайын деп жатырмын деді. Мен жарнама жасап бере салғам оған. Бойзбен ташайын деп жатыр, батыстың балалары болса хабарлассын. Сонымен ол бейшаралар алданып қапты. Бір-екі бала ақша аударған ғой, договорға 27 чем-то бір бәле аудару керек деген, сонымен аударса, оказывается, соңында сонда бәле болып шығыпты. Сондықтан қазір сондайлардың дәуірі, шоу-бизнесі де бар. Сенің посттарың ақылы ма? Ақылы. Үш ұйықтасам да түсіме кірмепті, мен Инстаграммен ақша істеймін деген нәрсе. Инстаграммен мысалы біз бір салған кезде 150 мыңнан ақша істейтін кездеріміз болды. Сол нәрсе жаңағы пәтер ақымызды шығарып беріп жатыр десем де өтірік болмайды. Инстаграм негізі қалауын тапсаң қажанат дейтін нәрсе осыдан шыққан ғой. Ақшаға жұмыс жасамау керек, ақша саған жұмыс жасау керек дейді ғой. Мен бұрында айтып отырмын ғой, кез келген ақшаны қалай шашуды білмеймін. Алыстағы біреудің де бір бәлесін төлеп бере саламын. Кездесіп достарымызбен тамаққа не алған кезінде мысалы болатын жігіт достарым да болатын сонда. Келіп счетты әкеп береді, біреу қимылдайын демейді. Ұяласың да, енді қалтаңда ақша тұрған кезде шығар жере салсаң, ол 40 мың болсын, ол 50 мың болсын. Тапқан нәрсемді сол жан-жағымдағы адамдар тойдырып жүре берген. Даже мамама да бір тиын бермеппін, қазір қарап тұрсам. Сонда қалай маған Арсен өміріме кездесті, мысалы 2,5 жыл болды ма, мен ақшаның да қадірін білдім, достықтың да қадірін білдім. Сен мамаңа бер сол ақшаны лучше сен. Сонда кез келген нәрсенің қадірін осы Алла тағала осы кісінің жібергенін мен мыңда бір шүкір айтам, осы кісі. Адамдардың сөз бар ғой, үйленгеннен кейін шешіледі бүткіл проблема, ол үйленгеннен кейін бәрібір орнына қояды Алла тағала деп айтады ғой. Дәл солай болды ғой, Аллаға шүкір. Айлыққа жұмыс істесем деген ойым болды да, үйленгеннен кейін айлығым болса ғой, түсіп тұрса айына. Бірақ сценарийде жазып жүре беретін бір жұмыс болса дедім, шыға қойды бір жұмысшы. Мен бастығым. Алла өз орнымен қояды екен, үйленіңіздер. Арсен сенен 6 жас кіші, иә? Ертең сен 3-4 балалы болған кезде фигураң қазіргіндей әдем болмайды. Сол кезде Арсен келіп, жаңағы бір жас қызға үйленем десе, тоқал алып беруге келсесің ба? Жоқ. Мен өзім қарсымын. Арсен айтпайды маған. Айдаладағы дос балдарым айтады мысалы. Барда атын айтып жіберейін ба десең, мысалы Ақболат дейтін дос балам бар да, назар аудардағы ше. Айтады, ойнап айтады ғой, енді олар мен жыныма тиін деп ше. Арсен ертең тоқал алады, деп келіп маған айтады да ше, жыным келеді. Мен айтам, сендер өйтіп маған дінде бар, шариғатта бар деген нәрсені мен оған қарсы шықпаймын ешқашан. Бірақ ол кезіндегі нәрсені түсініңдер де сендер деймін да. Ол кезінде біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысалы қыздарға тікелей уағыз айта алмайтын болған, қыздарға тікелей ақыл кеңесін бере алмайтын болған ғой, әйелі арқылы айтатын болған ғой. Ал ол кезінде дінді тарату керек болды. Тарату жолында жаңағыдай жағдайы нашар, күйеуі қайтыс болып кеткен, соғыста қайтыс болған күйеуі, сондай Алланың жолында қайтыс болған адамдардың әйелдерін жаңағыдай тоқал ретінде ол бір сүйіп ғашық болып, мен осыны ұнатып қалдым, алып бер дегеннен үйленбеген деймін да. Бірақ мақсат болды ол кісінің дінді тарату жолында ғана. Сол ислам дінінің таралуына өз үлесін қосу үшін ғана деп әйтеуір салғыласып отырамын да. Негізі мен қарсымын, білмеймін. Жарылған жүректер жарылып кетсін. Мен айтайын енді осы тұрғыда. Күйгеніне күйіп кетсін. Оның ше көбісі жеңіл деп ойлайды ол тоқал алуды ше. Тоқал алу ол жеңіл деп ойлайды. Жеңіл қарайды да тоқалына мысалы, тек тоқалының үйінде жүруі мүмкін. Енді әйелі қартайған еркектер тоқалының үйінде жүруі мүмкін. Ал шариғатымызда екеуіне тең қарау керек деген нәрсе бар да. Сен анаған бір огурцы бердің ба, анаған да беруің керек. Ол кез келген адамның қолынан келмейді ол нәрсе. Ертең сұрау қиын болады тоқал алудың деп ойлаймын өзім іштей қатты қиын ғой ол нәрсе. Екеуіне бірдей үй алып бересің, анаған да не бересің, ақшасын бересің, ағанда өзінің есесін бересің да өзінің. Ал ең негізі айтады ғой, ең қайырлысы бір әйел дейді ғой. Ұстаздарымыздан сұраймыз ғой, енді бізде сол кезде қайырлысы бір әйел ғой негізі. Кім қызғаншақ? Мен өте қатты қызғаншақпын. Андай нәрсе ғой, қыздардың барлығында ол нәрсе бар деп ойлаймын. Менікі ма, ол менікі болды. Мысалы, мені қызғанбай жіберіп отырады. Съемкама барам, сериалыма түскелей берем. Ал егер менің орнымда Арсен болатын болса, ол күні күнде соғыс болады. Неғып кеш келдің, не қылды? Съемкада ана бір қыз көріп қалдым, мәне, ол сенбеу емес. Ол деген қорқу. Сенем Арсенге, бірақ қыздарға сенбеймін. Келіп, аға, бір бәлен қой, десе бітті ғой, мысалы, күнде келіп, ағалай беретін болса бітті ғой, бауыр басқала салады. Кучемпио болса тем более, мысалы да, түрі жұмақан дейіп болса мен жүре беретін десең ойнап айтам. Арсеннің түрі әдемі болса да, әдемі емес болса да, адам
түрде емес, мінез. Көркем мінез дейді ғой, адамның ең ұлы қасиеті. Сондықтан көркем мінезі бар адамды кез келген адам жақсы көріп қалады. Мен Арсенге сенемін, мен қыздарға сенбеймін. Сондықтан абайлаңдар десең. Арсен, Мереке, сендерді қазіргі таңда жұлдызды жұп деп атауға болады, иә? Енді жұлдызды жұптардың қатарына кіргізуге болады. Бізде елімізде өнерде де, өмірде де бірге жүрген, қол ұстасқан отбасылар көп. Солардың ішінде кімдерді сендер үлгі тұтасыңдар? Сендерге не болашақта осы кісілер сияқты болсақ дейтін 3 жұлдызды отбасы бар ма? Атап беріңдерші маған. Бірінші орынға, ең бірінші орынға өнер қырандарындағы Мадияр Серікбаевтың отбасын қоямын. Ол кісінің отбасы енді Алла тіл көзден сақтасын, Аллаға шүкір деймін. Екінші орынға Қайрат Нұртас дейді. Қойғың келіп тұр ғой сонда. Оны білмеймін. Отбасы қалай екенін сырт көзге білмеймін. Мен араласатын Мадияр Серікбаевтың отбасы енді үлгі тұтатын отбасы. Алла тіл көзден сақтасын. Мен сол отбасын көрдім, балаларына қандай тәрбие беріп жатқанын, үйіне кірген кезде ассалаумағалейкум деп атып шығатын көрген кезде менде де осындай болса екен деп армандадым. Соларды үлгі тұтамын, жалғыз солар деп айтсам болады. 3 орынға да соларды берсе онда. 3 орынға да соларды берейінші мен. Мен танымаймын. Мен сырттай ғана білемін ол кісілерді. Арсен мақтай береді күнде. Уже күшті адам бейнесінде қалып қалды да. Біз мұсылмандық некеден өткен кезінде өнер қырандарының жігіттері куәгер болды. Сол кезінде Мадияр аға әйелімен кішкентай қызымен келді да, кішкентай қызын ұстап жүр. Ана қызы жылама, әкесі қарап жүр кішкентай қызға. Ойладым да, Аллаға шүкір дедім. Осы кісілердің жолымен жүре беретін болсақ, болашақта Құдай қаласа үлгілі отбасы болатын шығармыз. Ертең о дүниеге барған кезінде Құдай сақтасын, енді ұрысып қалатын болсақ, сол кісілер де жауап береді ғой, енді сендер де куәгер болдыңдар ғой осыларға сеніп деген сияқты. Мына, ол да бір жауапкершілік болды, қатты. Мен үшін үлгі боларлық отбасы сол өнер қырандарындағы Мадияр Серікбаев ағамыз, және сол кісінің жұбайы. Мен танымаймын, бірақ Дана дейтін кісіні мен инстаграмнан оқимын да, жазған жазбаларын көрген кезінде не деген ақылды әйел деп қараймын. Сондықтан енді біз үшін сол кісілер үлгі болатын отбасы деп айта аламыз. Бір оқиғасын айтып берейін ба